Сәлем достар, сіздер менен Наргиз. Бүгін мен сіздерге удонның рецептісін ұсынамын. Менімен бірге жасап көріңіздер және де видеоны аяғына дейін тамашалаңыздар. Қажетті құрамдар: лапша удон 200 грамм, тауықтың төс еті 400 грамм, тәтті бұрыш 2 дана, сәбіз 70 грамм, пияз 1 дана, сарымсақ 2 дана, имбир 20 грамм, бұрыш дәміне қарай, жуа, өсімдік майы 3 ас қасық, сойыбы соус 4 ас қасық, соус терияки 8 ас қасық және де тұз дәміне қарай. Бәрін біз соломка ретінде турап аламыз. Имбир менен сарымсағымызды 4 бұрыштап кесіп аламыз. Енді қызып тұрған кастрөлімізге өсімдік майын құямыз. Содан кейін имбирімізді салып 2 минуттай жақсылап араластырып қуырып аламыз. Енді тауық етімізді саламыз. Тағы да араластырып 5 минуттай қуырып аламыз да крышкасын жауып қойып, тағы да 2 минуттай қуырып аламыз. Енді жуамызды, пиязымызды яғни қосамыз, тағы да араластырамыз 2 минуттай. Енді удон лапшасында 1,5 литр суды қайнатамыз. Сәбіз ұмытып кетіппіз, видеода көрсетілмей қалыпты. Сәбізімізді де соломка ретінде турап, оны 10 минуттай қуырып аласыздар. Содан кейін тәтті бұрышымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Енді удон лапшасының суын дәміне қарай тұз қосамыз. Содан кейін сарымсақты тауық етіне қосып, жақсылап тағы да араластырамыз. Осылай суымыз қайнағаннан кейін удон лапшасын 6 минуттай пісіріп аламыз да, ыстық суын төгіп, судың астына жақсылап шайып аласыздар. Енді дәміне қарай тұз бұрыш қосамыз, араластырып аламыз. Содан кейін сойыбы соусымызды және соус териякимізді қосып, дәміне қарай жақсылап араластырып алыңыздар. Содан кейін удон лапшамызды қосып, араластырып, тағы да 2 минуттай крышкасын жауып, жақсылап пісіріп аламыз. Содан кейін жуаменен әсемдейміз және де күнжутпенен бетін сеуіп шығамыз. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздерменен болған Наргиз. Менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.